Ауыздан жағымсыз иіс шығып жүрме, соны кетіре алмай жүрсіз бе? Сәлем құрметті алтын достарым. Бүгінгі видеода ауыздан шығатын жағымсыз иістен құтылу жолдарын айтатын боламын. Алдымен ауыздағы жағымсыз иістің неден шығып жатқанын анықтап алу қажет. Медицина мамандары жағымсыз иістің шығуына түрлі жағдайлар себеп болады дейді. Мәселен, қызылек қабынған кезде аузыңыздан қанның иісі шықса, ал асқазан ауырған кезде пияздың немесе сарымсақтың иісі шығады екен. Мұның қайсысы болса да сізге ыңғайсыздық тудыратыны анық. Сондықтан да жағымсыз иістен арылуға асығыңыз. Ол үшін сізге қарапайым әрі қолжетімді емдеу жолдарының бірнеше нұсқасын ұсынамыз. Ауыздағы жағымсыз иістен тез арада арылғыңыз келсе, онда тамағыңызға кардамон қосыңыз немесе кардамонды шайнаңыз. Бұл дәмдеуіш ауыздағы зиянды бактерияларды өлтіреді. Екінші, бауырыңыз ауырған кезде ауыздан жағымсыз иіс шығады. Ол кезде 1 стакан қайнатылған суға жарты қасық жусан араластырып шай ретінде ішіңіз. Үшінші, 1 шай қасық тұзды 50 мл зәйтүн майына араластырып ауыз қуысын шайыңыз. Емді тамақтанудан 30 минут бұрын жүргізесіз. Шөп шайды жиі ішіп тұрыңыз. Бұл ауыз қуысындағы кез келген жағымсыз иісті жояды. Ауыздағы жағымсыз иістен біржолата құтылғыңыз келсе, зімбірдің көмегіне жүгініңіз. Зімбір, орысша имбир. Тамақтан соң шай қасықтың 2/1 бөлігін ұнтақталған зімбірді аузыңызға салып, мұқият шайнап тұрыңыз. 1 апта бойы тісіңізді құрғақ сүтпен тазартыңыз. Оны кәдімгі паста секілді қолданыңыз. Күнде таңертең кешке щеткаға құрғақ сүтті сеуіп тісіңізді жуыңыз. Бұл түсті тастан ауызды жағымсыз иістен тазартады. Егер ауыздан сарымсақтың иісі шығып тұрса, онда 1 стакан сүт ішіп алыңыз. Сол кезде ауыздағы сарымсақтың иісі кетіп қалады. Сарымсақтың жағымсыз иісін ментол дәмі бар сағыз немесе жалбызды таблетка жояды. Оны кез келген дәріханада, магазинде таба аласыз. Міне осы қарапайым ғана кеңестерді жүзеге асырсаңыз, ауыздағы жағымсыз иістен біржолата құтыласыз. Өзіңізге де айналаңыздағылардан да қуыстанбай емін-еркін күле аласыз. Назарларыңызға көп рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын достар. Каналыма тіркелмесеңіз міндетті түрде подписаться батырмасын басып кетіңіздер. Және де лайк басыңыздар, егер видео пайдалы болса. Және де достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер. Өйткені бұл видео басқа адамдарға да қажет болып қалар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше, сіздермен болған денсаулық үшін каналы.